Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін біз Бигфут отбасы, яғни Бигфуттың екінші бөлімін көреміз. Бірінші бөліміне сілтеме, яғни ссылка описанияда және комментарийдің ең басында болады. Арнаға жазылуды ұмытпа, кеттік. Аляскада қасқыр Нупагадидағы сияқты қоянды қуып келеді. Қоян қатты секіреді екен. Қоян қашып, мұз туннеліне кіріп бір сырғанап алды. Сосын қасқырға шапалақтар береді. Ақырында қоян ұсталған секілді. Кенеттен жарылыс орын алып, қасқыр аңқайып тұрғанда қоян фык етіп қашып кетеді. Сол мезетте үйде адам тісін жуып, Уилбер кофе ішіп жатыр. Анасы Шелли Трапердің құймағын бетімен тосып алады. Бүкіл отбасы теледидар алдына әкелерін көру үшін жиналады. Ол қалай Бигфут болғанын айтып жатыр. Адам мектепке барғанда бәрі одан әкесінің қолтаңбасын сұрайды. Эмма бір баламен сөйлесіп жатыр. Адам мектептен шығып, қоқыс жәшігіне құлап кетті. Эмма барып, мұнда неғып отсың деп сұрайды баладан. Адам сабаққа дайындалып отқам дейді. Адам бұл қызға ғашық, бірақ сезімін білдіруге әлі духы жетпеді. Ол қызды свиданияға шақырмағанына жынданып, қандай тормызбын дейді. Бала үйіне кірсе, үйде жарнамалық агент жүр. Зыпылдай бергеннен Бигфут «Жоғал!» деп оны қуып жібереді. Сосын ол тыныштықта келген хаттың бірін оқиды. Онда экстракт компаниясы мұнай өндіргенде қоршаған ортаға кері әсерін тигізбейміз деп үкіметті көндірген. Бірақ біз экстракт фирмасы өтірік айтады деп ойлаймыз деп жазылған. Хат Аляскадан келгендіктен Бигфут оларға көмектесу үшін сонда аттануды шешеді. Ол ұшақпен ұшып, қонғаннан кейін құсады. Жүріп ол әйтеуір бағана хат жіберіп оны шақырған адамдарға жетеді. Сосын Арло пайда болып, сәлем достар дейді. Ол да табиғатты қорғағысы келетін хабарлайды. Тағы да адамдар жинау үшін Бигфут видео түсіріп ютубқа салады. Бірақ ол 14-ақ қаралым жинады. Бала әкесіне көмектесуді шешіп, монтаж жасап ютубқа лақтырады. Бұл видео енді миллиондаған қаралым жинайды. Таңертең қолдау көрсетуге келген адамдар көбейіп кеткенде Бигфут қатты таңғалады. Мұнай компаниясының жаңа басшысы Конор Мандрейк басшы әкем болған кезде мұнай өндіру процесі экожүйеге зиян келтіретін. Содан біз мұнайды табиғатқа зиян келтірмей өндіруге мүмкіндік беретін жаңа технологияға инвестиция жасадық деп айтып жатыр. Адам сенбей бұған далбаса дейді. Түнде Бигфут барлауға шығуды шешеді. Арло оны көріп қойды. Сосын Бигфут видеоға түсіріп атқанда біреу оны тап береді. Таңертең Бигфуттың жоғалып кеткенін жаңалықтардан көрсетуде. Арло, мен оның шыққанын көргем, сүйге кеткен шығар деп ойладым дейді. Содан Адам, Шелли, Трапер және Уилбер сонда аттануды шешеді. Сөйтіп олар Аляскаға жетейін деп қалды. Ақырында жеткенде мәшинелері балшыққа тығылып қалады. Арло кеп шошытады. Оны Уилбер шошытады. Арло Бигфутты соңғы рет көрген жерге апаруды ұсынады. Сөйтіп Шелли кетеді. Бірнеше минутта қаруланған біреулер кеп есікті ашуды өтінеді. Біздікілер күдіктеніп төбелес орын алады. Бірақ Траперді ұйықтатып тастады. Уилбер Адам қашып кетсін деп денесімен қорғайды. Адам аяғын қайырып алғандықтан емдеу үшін тыныш жер іздейді. Бір кезде әйтеуір емдеп қашады зуылдап. Алайда әлгілерде қалыспайды. Ақырында бала жардан құлап кетті. Бала өлді деп ойлап бұлар кетеді. Бірақ Адам аман қалыпты. Бала жылынып алу үшін үңгірге кіргенде оған қасқыр тап береді. Алайда Адам онымен общение ұстап, әкесі осы жерлерді қорғауға аттанып, жоғалып кеткенін айтады. Қасқыр әкесі болуы мүмкін жерге апаруға уәде беріп, екеуі сонда келеді. Дрон ұшып жүр мықты. Қасқыр ары қарай бармайтынын мәлімдейді. Нәтижесінде бала зертханаға өзі кіреді. Инженер мұнай өндіруге қолданатын бомбалары экожүйеге қатты зиян тигізетінін мәлімдейді. Конор, бәрібір, есесінен нормальный ақша көтереміз деп айтқанын Адам соткасына түсіріп алып, интернетке лақтыру үшін антенна ұстайтын жер іздейді. Оның алдынан Арло шығып, оны кісендейді. Трапер мен Уилбер басқа жақта мәшинені жүргізіп, ағашқа барып соғылады. Арло баланы Конорға алып келгеннен кейін, оны құдыққа тастайды. Адам бәрі бітті деп ойлап, видео түсіре бастайды. Онда бәрімен қоштасып, Эмманы жақсы көретін мойындайды. Сосын бала бар күшін сап, босап шығады. Алдынан анасы шығады. Кісеннен босатып анасы баласын қысып тұрып құшақтайды. Адам құлағы күшті естігеннен әкесін тез тауып алады. Бала әкесінің аяғын емдеп, олар сыртқа шығады. Бигфут отбасы бомба қойылып жатқанын бақылауда. Бірақ бұларды көріп қойып,
Дрондар отбасын қуа жөнеледі. Отбасы неше түрлі жолдар қолданып қашып құтылады әйтеуір. Сосын адам "О, сичсады" деп видеосын интернетке жүктейді. Бірақ видео толық жүктелмегендіктен суға құлап баратып адам телефонын жоғары лақтырады, соңына дейін жүктелсін деп. Конор бомбаның жарылатын уақытын қысқартып тастайды. Бигфут әйелін құтқарады, өйткені ол Бигфут емес қой енді. Дауыс зорайтқышта бомба 1 минуттан кейін жарылатынын жариялайды. Бигфут баласына бұжақтан қашуды бұйырады. Бірақ адам керісінше бомба жаққа жүгіріп, жарылуға 2-ақ секунд қалғанда оны залалсыздандырады әйтеуір. Конор жынданады. Оған жарылысты іске қосу үшін жанынан бомба жару керек екені айтылады. Сол кезде Траппер мен Уилбер Конор мен Арлоға ұшып келеді. Траппер ұйықтап қалғандықтан Уилбер машинені жауларына итереді. Бомба төмен құламай тұрып, Бигфут оны ұстап үлгерді. Арло Бигфутқа бомбаны қайтаруды бұйырып, өзінше боп тұрғанда артынан бұғы сүзеді. Жарылысқа бірнеше секунд қалғандықтан Бигфут бомбаны аспанда жарады. Сосын тікұшақтарды көріп Конор қашады. Алайда оның алдынан Нупагади шығып, нәтижесінде Арло екеуі мұнайда шомылады. Бәрі күлуде. Сосын жерді мұнайдан тазалап, отбасы үйге қайтады. Эмма видеожазбаны көргенін айтып, баланы сүйіп алған кезде оның аяғы өсіп кетеді де, адам қызды свиданияға шақырады. Үйдегілер қуанып жатыр. Осы жерден бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет.